Кешер қадірлі көрермен, тұрмыстық зорлық зомбылық мәселесі қоғамда ауыр жараға айналып барады. Бір тіпті енді maaшы болса да дәстүрімізге айналып кеткендей, елімізде жыл сайын кемінде 80-ге жуық әйел заты осы азғындықтың кесірінен көз жұмады екен. 150-ге жуық адам ауыр, 200 орташа, 4000-нан астамы жеңіл жарақат алған. Енді бұл полицияға түсіп бар ақпарат. Полиция күніне кемінде 300 хабарлама алады екен. Ал кейбір ақпараттар, зерттелмеген ақпараттар қаншама деуге болады. Әйелдер мен балаларды ұрып соғу, мүгедек ету немесе өлтіру сияқты әрбір жағдай бұл қоғамды, жалпы мемлекет басшылығын алаңдатып отырған мәселе. Елімізде заң жалпы кімнің жағында болды осы күнге дейін? Жалпы заң болды ма? Бұл жағдайда не істеу керек болды? Әйел мен бала қауіпсіздігі үшін кім жауап берді? Осы тақырыптарды талқылаймыз. Студияда қонақта Динара Болатқызы Закиева, Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл. Қош келдіңіз. Рахмет. Мақсутбек Айтмағамбет, Әкелер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Қош келдіңіз, Мақсутбек мырза. Енді бүгін мемлекет басшысы әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған заңдарға қол қойды. Бұл Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы, және екіншісі Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына қол қойды. Енді бірінші кезекте Динара ханым, сізді құттықтаймыз. Енді шынын айту керек, бүгін постыңызды оқыдым. Бұл заңның қабылдануы әр бала мен әйел үшін жеңіс деп айттыңыз. Иә. Президент жалпы 2022 жылдың 16 наурызында, 23 жылдың 1 қыркүйегінде халқына жолдаған жолдауда 22 жылда осы әйелдер мен балаларға қатысты зорлық зомбылық үшін жазаны қатаңдатуды тапсырған еді. Заң жобасының бір тарихын айтып өтесіз. Бұл заң жобасында қандай жаңашылдықтар қарастырылды, не үшін қабылданды бұл? Көпшілікке түсінікті болу үшін. Көп рахмет, сұрағыңызға көп рахмет. Біріншіден, мемлекет басшысы осы мәселеге үнемі назар аударып келеді. Кейінгі жылдары бұл бағытта жүйелі шаралар қабылданды және заңға өзгерістер енгізілді. Ал өткен жылы қыркүйек айында мемлекет басшысының тапсырмасымен осы заң жобасы мен мәжіліске және бас прокуратураға таныстырдым. Жалпы осы заң бойынша біз мемлекеттік органдармен және үкіметтік емес ұйымдармен, ұлттық құрылтай мүшелерімен, ұлттық комиссия мүшелерімен өткен жылы жазда жұмыс істеуді бастадық. Және мемлекет басшысының тапсырмасымен бұл бағытта жұмыс істедік. Біріншіден атап өту керек, жалпы бұл заң жобасы өте маңызды және мемлекет басшысының әйелдерді, балаларды қорғау мәселесіне қатысты өзгерістерге серпін берген принципті арқасында қабылданды. Ұстанымының арқасында қабылданды. Жалпы осы заң бойынша, осы заң бойынша екі бағыт бойынша түзетулер көзделген. Біріншіден, отбасыларға, балаларға көмек көрсететін инфрақұрылым құру бойынша және алдын алу механизмдердің енгізу бойынша түзетулер көзделген. Атап айтқанда, әр ауданда отбасын қолдау орталығын ашу үшін, сонымен қатар әр өңірде психологиялық қолдау орталығын ашу үшін, жедел ету топтарды құру үшін, себебі отбасыларды уақытлы түрде анықтасақ, оларға көмек уақытлы түрде ұйымдастырса, өте жақсы нәтиже болады. Екіншіден, жазаны қатаңдату бойынша түзетулер көзделген. Біріншіден, балаларға қарсы жасалған қылмыстарға татуласу рәсімін алып тастау, сонымен қатар денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге қатысты бап және ұрып соғу
соғуға қатысты бап қылмыстық кодекске енгізілді. Сонымен қатар орташа және ауыр денсаулыққа орташа мен ауыр зиян келтіруге қатысты баптар бойынша жаза қатаңдатты. Және мысалы бас бостандығын шектеу деген жазаны алып тастадық. Себебі осы жаза бойынша адамдар үйде отырады. Және жаңа қылмысты жасау мүмкін. Сонымен қатар буллингке қатысты жауапкершілік көзделген, баланы автобустан шығарып тастауға қатысты жауапкершілік көзделген. Сонымен қатар тергеу барысында балаларға қарсы жасалған қылмыстарға адамды қамауға ұстауға қатысты түзетулер көзделген. Жалпы 70-ден астам түзету бар. Мақсатбек мырза, енді президент өз сөзінде жалпы заң барлығына бірдей болу керек деп айтты. Сондай қоғамдағы әділеттілік принциптер мен заңдылықты нығайту жолындағы азаматтардың ынтымақтастығы маңызды екенін келтірді. Яғни әділ Қазақстан заңдылық пен тәртіп орнаған елді. Сұрақ мынандай, сіз қоғам өкілі ретінде жалпы бұл азаматтық қоғамның бір нәтижесі, белгілі бір деңгейге өсуі деп айта аламыз ба? Себебі қазіргі кезде бұл заңның қабылдануы көптен күткен бір жаңалық ретінде қаншалықты айтуға болады? Енді әрине бұны шынымен де көптен өткен жаңалық деп айтуға болады. Өйткені бұл енді бірінші жыл емес, осыдан бір 3 жыл бұрында қарастырған болатын, оның алдында да айтылған болатын, президентке де осымен жетті. Өздеріңіз білесіздер, мысалы статистиканы қарап отырсаңыздар да, осы зорлық зомбылықтың жаңағы өсуі бәріне мәлім нәрсе. Сондықтан әрине бұл енді кәдімгідей осы зерттеліп, жан-жақты қарастырылып, тек қана мемлекеттік органдар ғана емес, әртүрлі жаңа халықаралық ұйымдар бар. Одан кейін жаңағы біздің жаңағы мемлекеттік емес ұйымдар бар. Барлықтары бірігіп жұмыс істеп, үлкен бір жұмыстың нәтижесі деуге болады. Сондықтан әрине бұл көптен келе жатқан нәрсе. Бұл тек қана негізі бізде емес, негізі дүние жүзінде де байқап қарасаңыздар, бұнымен жаңағы әр мемлекеттерде де осымен айналысып жатыр. Бұл енді зорлық зомбылық деген нәрседен әрине кетудің бір жолы осы заңдарды қатайту. Өйткені басқа түрлі одан бұл мәселені шешуге болмайтынына біз көзіміз жетіп отыр. Әсіресе соңғы болып жатқан жағдайларды қарайтын болсаңыздар, зардап шегіп жатқанымыз жаңағы біздің аналарымыз, апаларымыз, қарындастарымыз, қыз балаларымыз. Динара ханым, халық талап еткен нормалардың бірі бұл зорлық зомбылықты қылмыстық жауапкершілікке жатқызу болды. Жалпы бізде осы күнге дейін қателеспесем әкімшілік жауапкершілік болды, иә. Бұл енді дамыған мемлекет үшін, жалпы дамыған мемлекеттер үшін бұл нонсенс болып қабылданады. Себебі кез келген мемлекет, дамыған мемлекеттерде бұл сәл басқаша қарастырылады. Бүгін мысалға Біріккен ұлттар ұйымының өзі реакциясын білдіріп жатыр. Көрдім, иә. Жақсы қабылдануы мысалға. Тіпті мынау Медуза-Про болсын, жалпы халықаралық тіпті ақпарат көздерінің өзі біздің бұл қадамымызды мемлекетіміздің басқаша қабылдап жатыр. Жақсы қабылдап жатыр дегенді. Осы орайда не өзгерді жаңа қылмыстық жауапкершілікке қатысты? Жаңа бұл неліктен маңызды болды? Яғни қылмыстық әкімшілік жауапкершіліктен қылмыстық жауапкершілікке ауыстыру. Көп рахмет. Жалпы ұрып соғуға қатысты бап және денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге қатысты бап енді қылмыстық кодекске енгізілді. Осы баптар бойынша адам 25 күнге дейін және денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге қатысты бап бойынша 50 күнге дейін қамауға алынады. Сонымен қатар осы әрекеттер тұрмыстық зорлық зомбылық саласында жасалса, немесе балаға қарсы жасалса, адам 50 күнге дейін қамауға алынады және денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге қатысты бап бойынша 2 жылға дейін қамауға алынады. Жалпы жазаны қатаңдату өте маңызды болды. Себебі тек қана осылайша біз зорлық зомбылыққа жол бермеу мәдениетін қалыптастырамыз. Мысалы, осы бағытта талдау жүргізілді. 2015-17 жылдардың аралығында осы баптар қылмыстық кодексте болды. Сонда тұрмыстық зорлық зомбылық салдарынан бір жылдың ішінде 88 адам қаза тапты. Ал 2017 жылы
осы соның баптар барлығын біз әкімшілікпен қарағанбыз ба? Жоқ, ол қылмыстық кодексте болды. Аха. Сонда тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 77 адам қаза тапты бір жылдың ішінде. Ал статистикаға қарасақ, ал 2017 жылы осы баптар әкімшілік бұзушылық кодекске енгізілді. Сонда келесі жылы тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 144 адам қаза тапты. Ол не себептен? Өскен, Иә, 2 есеге өскен. Себебі біріншіден осындай әрекеттерге жаза қатаң екенін адам білу керек. Осындай әрекеттерді жасаған адам келесі рет ауыр қылмыстарды жасау мүмкін. Сол себептен жазаны қатаңдату өте маңызды болды. Бұл жерде қосып кететін жайт, шынымен де жаңағы осы заң және жаңа мәдениет қалыптастырады. Мысалға біз ішкі істер министрлігімен бірге жұмыс істеген кезде уақытша тергеу изоляторларында болдық. Сол жерде мысалға осы жерде 10 күнге немесе 15 күнге отырғызған жаңағы жәбірлеуші адамдармен жұмыс істеді, жаңағы абьюзерлермен. Мысалға олар айтайық, олар білет, ертең мысалға ұрып соғатын болса, әрі кетсе бір 10 күн, 15 күнге отырғызады. Ол қайтып шығады. Тағы да төбелесіміз, тағы да 10 күнге отырады, 15 күнге тағы да қайтып шығады. Сондықтан қазіргі мәселе бұл жерде Қатаң жаза жоқ екенін біледі. Ал енді қазір мысалы біздің мемлекеттің жұмысы, қоғамдық ұйымдар жұмысы, осындай заң қабылданды. Бұдан кейін олай болмайды, бұдан кейін қылмыстық ретінде қабылданатынын біз түсіндіруіміз керек. Бұдан бұрын жаңағы жұдырық жұмсамайтын жағдайға жетуіміз керек. Сондықтан бұл жаңа мәдениет қалыптастыратын, жаңа бір парадигма қалыптастыратын. Түсіндіру қалай жүру керек? Мысалы, мен қазір шынымды айтсам, окей, түсінікті, заң қабылданды. Бірақ енді біз бәріміз білеміз ғой, заңды бәрі бірден оқып кетпейтін, әсіресе ауылдағы азаматтар болсын, жалпы көп азаматтар ол заңды бірден алып, мынандай екен ғой деген сияқты болып кетпеуі мүмкін. Сол үшін түсіндіру процесін әлі біз байқамай отырмыз, қалай өтетінін. Қалай жүру керек негізі? Енді менің ойымша әрине бірінші үгіт насихат болу керек. Үгіт насихат бірақ тек қана мемлекет емес, жаңағы қоғамдық ұйымдар жасау керек. Өзі халықтың өзі айта білу керек. Бірақ енді менің ойымша қазіргі кездерде бұл жағдай жетіп жатыр, халық оны біліп жатыр. Әрине алдында бір 2, 3 немесе бір 10 шақты бір кейстер болуы мүмкін. Оларды міндетті түрде жеткізу керек, түсіндіру керек оның бәрін. Бірақ әрине бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Кей кездерде түсінбеушілік те болуы мүмкін. Сондықтан біз оны дұрыстап түсіндіріп, бұл тек қана әйелдер емес, балалардың да құқығын қорғайтын заң екенді түсіндіруіміз керек. Әрине бұған уақыт керек. Оны бәріміз жұмылып жұмыс істеуіміз керек ол үшін. Сіз қалай ойлайсыз? Қазір түсіндіру жұмысы жүру керек қой негізі? Иә, әрине, енді біз мемлекеттік органдармен, акиматтармен осы заңды жүзеге асыру үшін жұмыс істейтін боламыз, және әрине бұл бағытта түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Адамдарға, халыққа айту керек, қандай әрекеттерге қандай жаза енді болады. Бұл өте маңызды деп санаймын. Түсінікті. Динара ханым, мысалы, енді біз экран бер жағына отырған кезде, жалпы енді халық болсын, бір заң оңай бір қабылданған сияқты көрінеді. Бір оңай, бір оңай қабылданды, болды, президент қойды, ана жерде депутаттар бір-біріне сөйледі, сосын болды, заң қабылдан кетті деген сияқты. Жалпы заң жобасымен жұмыс істеу процесін айтып бересіз бе? Бұл қаншалықты заңды қабылдау бір кейстар болды, қандай да бір кейстар мысалға, қарсылықтар деген сияқты заң қабылдануына әрекеттер. Енді біз көріп жатырмыз ғой, әлеуметтік желіде де жалпы неше түрлі пікірлер айтылып жатыр, ана баланы алып кетеді бір нәрсе деген сияқты да. Яғни бір ақылға қонымсыз сәл сондай пікірлердің де айтылып жатқанын біз көріп жатырмыз. Жалпы мен атап өткендей, осы заң бойынша біз өткен жылы жазда жұмыс істеуді бастадық мемлекеттік органдармен және үкіметтік емес ұйымдармен, мемлекеттік кеңесінің қолдауымен. Ал өткен жылы қыркүйек айында бұл заң жобасын мен бас прокуратураға, мәжіліске таныстырдым. Ал депутаттардың қолдауымен, толықтырулармен ол үкіметтің қорытындысына барды, жіберілді. Сонда осы процестің ең үлкен қиындығы үкіметтің оң қорытындысын алу. Сол себептен біз бірнеше ай бойы мемлекеттік органдармен күн-түн демей әр түзету бойынша жұмыс істедік. Осылайша түзетулердің көбі қолдау тапты. Содан кейін әрине мәжілісте, сенатта әртүрлі пікірлер болды, әртүрлі сөз айтылды, бірақ та біз ортақ пікірге келдік. Өзіңіз білетіндей, мәжіліс қолдады, сенат қолдады бұл заң жобасын. Және бүгін мемлекет басшысы қол қойды. Енді
тарихи заң деп айтып жатырмыз ғой, тарихты өзгертетін алғашқы қадамдардың бірі деп. Көрдім, әрине, мемлекеттік кеңесшінің сізді қателеспесем 5-6 рет қабылдап, өзінің парақшасында осы туралы жазып, Ерлан Қарин. Қараңыз, Мақсытбек мырза жаңа айтып жатыр ғой, жалпы мәжілісте де бір қарсы пікірлер болды деп та. Мен қызық кейстарды көрдім сол жерде. Ермұрат Бапи, Анас Бақожаев, тағы да басқа депутаттардың пікірлерін. Біз қазақ жалпы енді баласының сазайын берген, жаңағы сондай сазайын тартқызам, немесе Жұлдыз Сүлейменова деген депутат ханымның жаңағы біз қазақтың менталитетінде баланы так-такпен өсіргенбіз деген сияқты сондай бір менде сұрақ болды енді әрине, ол так-так деген не ол? Ол не ол? Таяқ па, жоқ әлде ол қалай деген сияқты да. Жалпы сіз енді әкелер республикалық бірлестігінің одағының төрағасысыз, мысалы, жалпы әке деген бұл бір сұсты, балалар қорқатын бір құбыжық сияқты зат болу керек па? Жоқ әлде әке жалпы балаға жақын бір, орысша айтқан кезде приятный дейміз ғой, ұнайтын бір тұлға, үлгі алатын сондай адам болу керек па? Жалпы әкелер одағының осыған көзқарасы қалай? Енді қазір мен сізге келісесіз ғой негізі осы бір проблема бар екеніне? Проблема бар екеніне келісемін. Жаңа Динара ханым айтып өтті ғой, бұл тек қана мәжілісте ғана емес, қоғамда да үлкен талқылау болды. Тек қана мысалы жаңағы ұйым осы жаңағы мемлекеттік емес ұйымдардың арасында да әртүрлі талқылау болды. Біз талай мысалға дөңгелек столдарға қатыстық, Динара ханым біледі, бірле жаңа Түркістанда да болдық, осы мәселені жаңа талқылап. Біздің арамызда мына әкелер одағының ішінде де шынымен де кей кез әкелер мысалға бұған қарсы шыққандар да болды. Басы түсінбейтіндер болды. Неге? Өйткені өкінішке орай бізде бұландай бір не қалыптасып қалған. Баланы ұрып тұру керек деген бе? Жоқ, баланы ұрып тұру керек емес. Бұл жерде мындай неге қатысқан. Баяғыда жаңағы баланы оқуға бергенде жаңағы ет сенікі, сүйегі менікі дейтін еді ғой. Сол қалып қойғанда балаларды ұрмаса ештеңе қылмайды. Анда-санда жаңағы бала бетіне келмеу керек. Жаңағы таяқпен өсіру керек деген сол менталитет өкінішке орай бүкіл жерде емес, кейбір жерлерде әлі күнге дейін өкінішке орай бар. Бірақ жарайды, олай болатын болса, онда мында қайтыс болған балалардың списогын берейік, көрсетейік тізімін. Баламды байқамай ұрам деп өлтіріп алған бізде қаншама кейстер бар. Бар ғой, бар. Байқамай жаңа баламды жаңағы ұрсам деп, мысалға бізде бір оқиға болды, біз білетін. Жаңағы баламды ұрсам деп, мысалға баласын ұрысқан бір баласы бар, суицидқа барған. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз ондай фактілер көп, әрине ондай фактілер бар. Сондықтан о заманда бұл заман, сосын қазіргі балалар баян балалар емес. Оны біз түсіне білеміз. Біздің тарихымызда сол бір балаларды ұрды деген нәрсе жоқ, бізде негізі баланы сөзінің шынында келгенде баланы бізге ақылмен үйреткен. Әрқашан да ақылмен үйреткен. Мен өткенде де айттым. Бізде әр адам мысалға ұрысқан кезде бір күн ұрыстың 40 күн кесірі бар деген мақал бар. Көрдіңіз ба? Ол бір. Екіншіден ашуға берілмеу керек деген нәрсе бар. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылына ақыл қос дейді. Сондықтан біз балаларды махаббатпен, мейіріммен, баланы өзінің жаңағы беделімен өсіруіміз керек. Өкінішке орай балаларды ұрып жатқан ер адамдар өкінішке орай өздерінің жаңағы беделі болмай, өкінішке күшпен ғана алғысы келетін әкелер. Баланы ер адам емес, әйел адам да ұрады ғой қазір. Ондай да бар. Жалпы бала ол жеке тұлға. Балаға қол көтерсеңіз, ол қылмыс, сол осыны ұмытпауымыз керек. Былайда мысалы, біреудің баласын ұрсаң, сотталасың, өзің балаңды ұрсаң, сотталуға болмайды дейсің. Ол бір парадокс қой былай айтқанда, логикаға сыймайды. Ол да тұлға ғой. Ол да жеке тұлға, ана біреудің баласы да тұлға. Окей, ол үшін сотталасың. Баланы ұрып соқсаңыз, сол қылмыс. Енді қараңыз, ол сен жеке меншігің емес қой. Дұрыс айтасыз. Енді тағы бір мәселе бар. Мысалға айтайық, біз енді қазақтар енді күшік асырағандар бар ғой. Айтады мысалы, күшікті ұрма дейді, бете қайтып кетеді дейді. Енді қараңыз, жаңағы кішкентай бір күшікті сен ұрғызбайсың да баланды ұрғызасың, немесе баланды ұрасың. Енді күшік қайда, жануар қайда, балан қайда? Мен сізге қызықты айтайын. Мен мықты бір атбегімен сөйлестім да, сол кезде айтады, тұлпар қылып бір мықты бәйгат қылып тәрбиелеу үшін, жылқыны айтады да, тәрбиелеу үшін оны ешқашан ұрмау керек дейді да. Оны ешқашан ұрмау, сылап сипап, кәдімгідей мықты. Егер оны ұрсаң дейді, ол есек болып қалады дейді да. Оны басынан 2-3 рет ұрсаң, маған де сол ағылшын тұқым болсын, араб тұқым болсын, мықты тұлпар ол есек сияқты болып қалады дейді. Жаңағы айтқанмен көніп, өз-өзімен жаңағы орысша айтқан кезде чумо болып жүре береді дейді. Ал егер сен оны тұлпар, бәйге, жүйрік болған қаласаң дейді, сен оны сылап сипап, мақтап, баптап дейді. Сондай битіп тәрбиелеп өсіруің керек дейді да ана жылғы. Сол кезде ол тай кезінен бастап тұлпар болады дейді да. Енді ойлашы, тұлпарды сөйтіп тәрбиелеп тұрған кезде баланы сен тұлпар қылғың келеді ғой. Елдің алдында жүргенін қалайсың. Сәйкесінше оны сен сауап өсіргеннен ол бір батыр болып кетпейді ғой керісінше. Сондықтан балаға ынта беру керек. Керісінше оның агрессивті, жаңағы
өте сондай бір қаталдау, қатыгездеу болып өсуіне сол таяқ әсер етуі мүмкін. Психологтар да солай дейді. Балаға құрметпен қарау керек, иә. Түсінікті. Динара ханым, қараңыз, сіз мысалы заң жобасымен буллинг үшін жауапкершілік қарастырылған дедіңіз. Иә. Мен оны көрдім. Ол қандай жауапкершілік, мысалы, оған жол бермеу мақсатында қандай шаралар қолданылады? Мысалы, мектепте буллингке ұрынып жатады балалар, ол тіпті маңызды емес, қандай бала болмасын, буллингке ұрынып жатады. Соңында ол бала тіпті суицидке баруы мүмкін. Әртүрлі ситуацияға баруы мүмкін, өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Яғни, қандай жауапкершілік бар? Жалпы осы заң бойынша буллингке осындай жауапкершілік болады. Айыппұл және ескерту. Кімге? Ата-аналарға, жоқ, ата-аналарға. Егер осы әрекеттерді бала жасалса, ата-аналар жауапкершілікке тартылады. Себебі заң бойынша тек айыппұлмен ғана шектеле ме, әлде қалай түсінеді? Айыппұл немесе ескерту. Ал жалпы әрине осы бағытта кешенді түрде жұмыс істеу керек. Сол себептен осы жылдан бастап 80 мектепте пилоттық түрде Кива бағдарламасы енгізілетін болады. Бұл әлемде ең танымал бағдарламаларының бірі. Осы бағдарламада 3 модуль бар. Жалпы балаларды бір-бірін құрметтеуді үйретеді. Бір сөзбен айтсақ. Ал келесі жылдан бастап осы бағдарлама барлық мектептерде 3 жылдың ішінде барлық мектептерде енгізілетін болады. Ал осы заңда жауапкершілік көзделген. Себебі жалпы заң мен тәртіп қағидатқа қарасақ, ол өте маңызды. Бала кезінен осындай жауапкершілікке әр әрекетте жауапкершілік бар екенін көрсету. Жоқ, балаға жауапкершілік болады ма? Жоқ, тек қана ата-аналарға. Ата-анасына, иә? Егер қайталанса, ол егер қайталанған жағдайда бірінші жағдай ескерту береді дедіңіз? Ескерту, келесі рет айыппұл. Түсінікті. Мақсбек мырза, мысалға бізде Қазақстанда әйелдер сот сатысында арыздарын қайтарып алады, немесе уақытылы полицияға хабарласпайды дейді. Бұл неліктен осындай бір тенденция қалыптасқан? Бұл әлде сот жүйесіне сенімсіздік па, немесе мемлекет бізді қорғамайды деген бір түсінік қалыптасқан ба? Өйткені сіз айтқандай 15 күн отырады да қайтадан келіп ұрады деген сияқты да? Енді көбінесе бұл балалар үшін. Біз енді көріп отқан жерде. Жоқ, әйелдердің. Жоқ. Мысалы, әйел бала айырылысатын болса, негізі жазбайды. Сотқа өйткені айтып отырмын, арада бала бар ғой. Көбінесе бала болғаннан кейін ертең бала да қайда қалады. Оның баланы асырау керек, ақшасы бар, мектебі бар деген сияқты. Әлеуметтік не ма? Өкінішке орай әйел адам өзін құрбандыққа шалып отыр ол жерде. Мен таяқ жесем таяқ жейін, бірақ баланың тамағы болсын, баланың мектебі болсын, киімі болсын, ертең әкесі кетсе, мен жаңа ақшасыз қалам, мүмкіндігім болмайды деп ойлайды көбісі. Сондай біз жағдайларды көп көреміз. Сондықтан бұл жерде не істеу керек? Әрине, бұл жерде біз әйел адамның жұмыс істегенін қалаймыз. Әйел адам негізі өзі жұмыс істесе, айлық тапса, өзі өзін асырай алатын жағдай болатын болса, әрине өзі шешім қабылдай алатын әйелге айналады. Сондықтан бұл жерде осымен жұмыс істеу керек. Ол бір. Екіншіден, әрине мемлекетке сенімсіздік бар деп енді жоқ деп айта алмаймын. Бірақ бұл жерде енді сот жүйесіне сенімсіздік мысалы жаңағы. Жоқ, сіз айтқан мысалы 15 күн қамалып, сосын қайтадан келіп. Жоқ, ол заң бойынша солай ғой. Иә, соны айтып отырмын. Сол заңның осындай әлсіздік әсер етті ғой деп отырмын. Жоқ, бұл жерде заңның әлсіздігі емес. Бұл жерде біз жаңағы сондай жаңағы болған оқиғалармен кездестік. Ол жерде былай тұғын. Мысалы 10 күнге отырғызады ғой. 10 күнде ол жай ғана адам отырады оның ішінде. 10 күнде ешкім онымен жұмыс істеп жатқан жоқ. Ал қазір заң бойынша мен түсінгенімше қазір бұлармен жұмыс істейді, дұрыс қой? Ол адамдармен жұмыс істейді, профилактикасы бар, ерекше талаптар бар. Міне мәселе сонда. Агрессормен психолог жұмыс жасайды енді. Өйткені мысалы біз барып көргендерде, мысалы ер адамдармен жұмыс істейді тұғынбыз, барамыз, көреміз, барсақ олар 10 күн отырады, не істейді, шашқа ойнап отырады, шахмат ойнайды, бір нәрсе ойнайды, бітті дым істемейді. Оның қандай әсері бар? Ешқандай әсері жоқ. Ал енді қазір сол адамдар жұмыс істеу керек. Мүмкін, тағы айтамын, мүмкін сол адам өзінің бір проблемасы бар шығар, психологтың көмегі керек шығар. Мүмкін енді әртүрлі жағдай болады. Сондықтан бұл жерде әрине әйел адам міндетті түрде оны айту керек, мәселені шешуге тырысу керек. Бұл жерде сот та бар, бірақ сотқа дейін де медиатордың жұмысы да бар ғой. Мүмкін медиатордың жұмысымен де мысалы ол проблеманы шешуге болар. Динара ханым, жалпы бұл заң жобасында... Заңда енді, иә? Иә, заңда. Бұл заңда баланы тартып алуға байланысты нормалар бар ма? Себебі біз жаңа айтып өттік қой. Осы бір қоғамда осындай бір
пікір бар, иә. Пікір бар. Мүмкін бұл фейк па, мүмкін бұл Ол фейк пікір. зерттелмеген Ол ба. жалған ақпарат. Иә, мүмкін жалған ба. Бірақ осыған бір дәлелді түрде тұшымды жауапты біз енді сіз балалар қорғау уәкілі, президенттің өкілі ретінде сіздің аузыңыздан естігім келеді да. Дәл осы заңда шынымен де бір баланы тартып алатындай. Не істейді ол балалардың бәрін тартып алып былай айтқан кезде? Иә, ол жалған ақпарат. Жалпы осы заңда баланы отбасынан тартып алуға қатысты ешқандай нормалар жоқ. Себебі қазіргі таңда қолданыстағы заңнамада 2011 жылдан бастап баланы қауіпті жағдайда баланы отбасынан тартып алу үшін барлық негіздер қарастырылған. 2011 жылы қабылданып қойған. Иә, сол себептен осы заңда осындай негіздер жоқ. Жалпы қазіргі таңда мысалы 12 мыңнан астам бала қолайсыздықта тұратын немесе полиция органдарының есебінде тұратын отбасыларда тұрады. Ешкім осы балаларды отбасынан тартып алмады. Себебі осы отбасылармен біріншіден алдын алу жұмыстар жүргізіледі. Тек қана қауіпті жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес 2011 жылдан бастап қабылдаған заңда негіздер бойынша баланы отбасынан тартып алады. Бұл жерде Ерболат Базаров қосып өтейін. Әр өңірде әкімдіктің қасында жасөспірімдер істерімен жұмыс істейтін комиссия бар. Сондай мысалы комиссияның сондай мүшесі болып мен жұмыс істедім. Баланы жайдан жай ешкім алмайды. Бір баланы мысалға жаңағы әке-шеше құқықтан айыру үшін бұл үлкен бір процесс. Ол бір жылға дейін созып кетеді. Сот 2 жылға созып кетеді. Біріншіден ол мысалға қандай жағдайлар болады? Бұл шынымен де көбінесе бір 80-90% менің пайымым бойынша бұлар көбінесе мысалға арақ-шараққа беріліп кеткендер, немесе наркоманияға беріліп кеткендер, немесе мүлдем жұмыс істемейтін бір әке-шешелер болады. Вот солардан мысалға да баланы құтқарып қалу үшін соның өзінде де оны қарастырады, сот қарастырады. Сосын жұмыс істеп, оның бәрін зерттегеннен кейін оны ата-әжесін де іздейді мысалға. Сондай бүкіл процесіне өткеннен кейін сотқа барады. Қиын ғой бұл. Қиын. Бұл 1 жылдық, 2 жылдық процесс. Түсінікті. Қанша балаңыз бар? Менде 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Ешқашан ұрып көрмегенсіз балаңызды? Иә, ешқашан. Жалпы мен осы салада 10 жылдан астам жұмыс істеймін. Мен балалар үйінде жұмыс істедім де, сол себептен осы саладағы өзекті мәселелерді жақсы білем. Және көптеген зорлық-зомбылықты көрген балаларға көмек ұйымдастырдық. Сол себептен осы заңда жалпы мысалы алдын алуға қатысты нормалар олар 3 жылдық пилотта негізделген. Сол себептен біріншіден атап өту керек, осы заңда отбасыларға көмек көрсету үшін, балаларға көмек көрсету үшін инфрақұрылым құру бойынша түзетулер көзделген. Біріншіден, бірінші мақсаты отбасыларға көмек көрсету. Түсінікті. Енді көп балалы ана екенсіз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, шын айту керек. Бұл тақырыпты біз әлі де талқылап тұрамыз. Мүмкін алдағы уақытта депутаттарды шақырамыз бұл тақырыпқа. Баршаңызды құттықтаймыз осы заңның қабылдануымен. Бізде енді бір түсінік бар да қоғамдық санада. Мысалға ағылшындарды алып қарасақ, оларды өзгерткен, оларды джентльмен қылған, оларды қазіргі аристократ қылған, ол сол 300 жыл бұрын, 200 жыл бұрын қабылданған ерекше заңдары традиция, дәстүрге айналды. Мен де ойлаймын, біздің осы заңымыздың арқасында жаңағы балаға қол көтермеу, зиян шектірмеу, жаңағы әйелге басқа сол дәстүрге айналады деген сенімдемін. Сол кезде бұл 30 жыл, 50 жылдан кейін дәстүрге айналған кезде елімізде де үлкен өзгерістер болады деген сенімдемін. Енді батыс елдеріндегі сияқты ұйымдық психологтардың қызметін дамыту қажет сияқты мектептен бұл міндетті түрде бар. Мекемелерде бір сөйлесе алатын мықты психологиялық мамандардың да аздығы көрініп жатыр. Енді егер біз агрессияны да, зорлық-зомбылықты да осындай мықты заңдармен ғана, жақсы заңдармен ғана тоқтата алатынымыздың, алдын алатынымыздың уақыты жеткен сияқты бүгінгі президенттің қол қоюуда бекер емес. Енді әркім әртүрлі айтып жатыр. Біреусі салтанат дейді, біреусі тағы басқа қыздардың атын айтады. Енді менің ойымша сіздердің де пікірлеріңізді естіп қалдым. Бұл тек қана бір адамға ғана керек емес. Осы күнге дейін қаншама зорлық-зомбылық көріп келген қыз балалардың және балалардың, жасөспірімдердің атына қойсақ та болатын сияқты.
Сіз не айтайын дедіңіз? Мен қосайын дегенім тек қана бұл батыс мемлекеттерінде емес, мысалға айтайық, мынау оңтүстік Корея, Жапония мемлекеттерінде де мысалы өте жақсы мен жалпы Британияның жалпы заңдарының дәстүрге айналғанын айтып отырмын да. Енді аман болыңыздар, келесі кездескенше эфирге дейін сәттілік бізден бірге болсын.